Қайырлы күн. Сіздермен бүгін біздің өзіміздің күнделікті өмірде іш қатудың пайда болуына немесе ішекте аурулардың пайда болуына, яғни біздің әдеттеріміздің қалай кері әсер ететіні туралы айтқым келіп отыр. Оның ең алғашқысы бұл үлкен дәретті ұстап жүру. Кіші дәретті болсын, үлкен дәретті болсын, ұстап жүруге болмайды. Яғни адамның физиологиясында сізге үлкен дәретке баруға қажеттілік келіп тұрса, оның орысша позыв деп айтады. Сізге дәретханаға баруға шақырту келіп тұрса, сіз міндетті түрде баруыңыз керек. Ол қандай жағдай болмасын, оған байланысты емес. Сабақта отырасыз ба, жұмыста отырасыз ба, ұзақ уақыт ұстап жүруге болмайды. Егер сізге шақырту келді ма, дәретханаға міндетті түрде баруыңыз керек. Үлкен дәретті өзіңізде ұстап жүру, шыдаймын деп ұстап жүруге болмайды екен. Сонымен қатар, үлкен дәреттің өзгерісіне алып келетін себептер: өте ерте тұру, өте кеш тұру, асығыстық, және де сменмен жұмыс істеу, яғни түнгі сменде жұмыс істеу деген сияқты, және күнделікті сіздің үйреншікті еңбек тәртібіңіздің, еңбек жағдайыңыздың өзгерісі, осының барлығы ол сіздің ішегіңіздің ритмінің бұзылысына алып келеді. Яғни бұндай өзгерістерге ішек бейімделіп үлгермейді. Сіздің өмір сүру тәртібіңіз бен ішегіңіз бейімделіп үлгермейді де, сізде үлкен дәретте бұзылыстар болуы мүмкін. Үлкен дәретке шақырту келген кезде ұялып, немесе жұмыс үстінде отырмын, сабақтың үстінде отырмын, мұғалімден сұрануға ұят, бөлгім келмейді, қазір кішкене тұра тұрайын деген сияқты, немесе қоғамдық дәретханаларда отыра алмаймын, үйге барғанша шыдаймын деген сияқты осы әрекеттерде үлкен дәретте жиі қайталанатын болса, бұлардың барлығы ішектің жұмысының бұзылысына алып келеді. Себебі сіз үлкен дәретті ішекте ұстап тұру арқылы сіз ол ішектегі рецепторлердің сезгіштігін төмендетесіз. Рецепторлердің сезгіштігі төмендейді де, үлкен дәрет тік ішектің ішінде жиналып қала береді, жиналып тұра береді, және ол тік ішекті кеңейте береді. Осы тұрған жерін кеңейте береді үлкен дәрет. Келесіде үлкен дәреттің көлемі көп жиналатын болады, оны тағы ұстайсыз, сөйтіп сіздің ішегіңіз кеңейе береді де, ол дәрет массалары уақыт өте келе бұл әдеттердің бәрі қайталана беретін болса, сізде ол жерде дәрет массасының көптеп жиналып, және бірнеше күнге созылып кешігуіне алып келуі мүмкін. Бұны біз үйреншікті іш қату дейміз. Яғни адамның өмір сүру, яғни дәретті ұстап жүруінің нәтижесінде үйреншікті іш қату пайда болады. Іш қату ары қарай асқынып сізде ішектегі өзгерістерге алып келуі мүмкін. Сол себепті мектеп оқушылары, балдарыңыз мектепте оқитын болса, қоғамдық дәретханамен пайдаланып үйретіңіз, және оларға осы бастан айтып ескертіңіз. Үлкен дәретті, кіші дәретті ұстап жүруге болмайтынын айтып ескертіңіз. Қандай жерде болмасын, қоғамдық дәретханамен пайдаланып үйретіп, егер де бала өзінің ерекшеліктері болады, қоғамдық дәретханаға отырғысы келмейді, отыра алмайды, сол жағдайдың өзінде де оған салфеткалерін салып жүретін, сондай сияқты гигиеналық заттарын салып жүретіндей жағдай жасап берген дұрыс. Себебі бала сізге айтпауы мүмкін, үйге дейін шыдап келеді, шыдап келіп, ол айтылмайтын болса, ол оны қалыпты деп ойлайды да, ол балада үйреншікті әрі қарай запор, іш қатуға ұласып кетуі мүмкін. Негативті эмоциялар нерв жүйесіне өте үлкен күш салады, фондық жағдайын өзгертеді жүйке жүйесінің. Соның ішінде ішекке не пережитые, не реализованные
деген эмоциялар өте қатты әсерін беруі мүмкін. Негізі классификация бойынша асқазан ішек жолдарының, соның ішінде асқазан ішек жолдарының функционалды бұзылыс аурулары бар. Ол римский критерийлер бойынша анықталады. Ішектің, мысалы, ішектің жұмысына келетін болсақ, ішектің тітіркену синдромы деген диагноз бар. Яғни сіз ол кезде нақты ішекте ақау таба алмайсыз, бірақ симптомдармен көрінеді. Яғни ол нерв жүйесіне түскен жүктемеден соң организм мүшеде симптомдармен бері қарай шығады. Егер де бұл симптомдар ұзақ уақыт сақталатын болса, онда ішкі мүшелердің өзінде, ішекте де органикалық ары қарай ауруға ұласуы мүмкін. Сол себепті нерв жүйесінің әсерін, негативті эмоциялардың, біздің психикалық жағдайымыздың барлығы ішегімізге, ішкі мүшелерімізге берілетінін біліп жүргеніміз дұрыс.